жыл сайын арасынан бір-екі мықты боксшыны Америкаға жібереміз. Жарыстың пачк-пачкini ұттық қой. Қайсы бірін айта беремін, айналайын. Қолды ауырып тұрады ғой құрсын. Мына тренер сыртынан тұршы. Біреу тисе маған айтыңдар. Бірге қашамыз. Давай жіктеп. Бүгін короче неге барамыз қазір? Айдар бокс академиясына. Осы күнде уже 4-ші зал ашылып кетті. Алматы бойынша ол сеть боксерский клубы, құдайға шүкір. Короче, сол залдардың жұмыстарын реттеуге баратырмыз қазір. Сосын тағы да бір қуантайтын жағдай, біздің қазақ елінің спортының жанашыры Бауыржан Оспанов ағамыз. Сол Бауыржан Оспанов ағамыздың үйіндегі кішкентай батыры бар, Ералы деген. Ол жігітті де сол біздің Айдар бокс академиясына беріп жатыр. Залға келдік, мынау короче өзіміздің ана зал болған ғой, зеленый базарда. Сол, короче, мына жақта Тұлпар авто деген торговый центрдің 3-ші этажында, өзінің парковкасы бар мына жақта. Короче, размермен, короче, КамАЗбен келсең ғана кіре алмайды, қалған машинаның бәрін кіргізеді, короче. Все условия, только тренировка істеген алып. Мынаның астында кино түсірген болады, алдында клипқа сұраған бермей қойды. О, молодцы. Валейкум ассалам, бойцы. Ғалеке біздің осы Айдар бокс академиясының директоры. Осы жерде целый команданы басқарып отыр қазір. Мына тренер сыртынан тұршы, Тебе просто ударить. Вот так, быстрее. Можно лицо подобрее сделать? Опасный. Біздің Ильяр деген тренер өте мықты маман. Біз кішкентай кезімізде осы жігітке қарап өскенбіз негізінде. Бұл кешкісінен масқара ұратын ғой. Қазір біздің боксшылардың білікті маманы. Бұйырса профи боксшыларды пачкасымен шығарамыз ғой. Иншалла. Иә, Құдай қаласа. Қазір дайындық чемпионат города. Кішкентайлар, жастар арасында. Жарыс болмаса братан тоже қызық емес, Иә? Куда? Чё, жайдан жай төбелесіп дайындала берген не пайда? А то сейчас с этим интересно же будешь. Иншалла. Иә, Құдай қаласа. Осы залдан шығады олимпийский чемпионлар. Құдай қаласа. Все, братчан, от души. Давай. Мықты маман, бірақ кішкене ашу жаман. Тез. Қалай сен қанша қатысып жүрген сен бізге? Бір жыл ма? Ну-ка, раз ауыр жүрші ақты. Тік, инрок. Сұмда тез. Тік. Так, тез. Раз, два. Тік, инрок. Раз, два, три. Қанша бір жыл болды ма? Мынау бұйырса осындайлардан профилар шығады. Қолды ауырып тұрады ғой құрсын. Салтанат, қалай қалыңыз, жақсысыз ба? Мынау біздің ресепшн ғой, короче, ресепшн. Мынау мен мына біздің пацан кезде, короче, кезінде ересектер арасында Қазақстан чемпионатында 3-ші орын алғам бір рет. Ол кезде мамаммен кімге Данияр Елсенов ұтылып қалдым ғой деймін, жоқ. Мынау мен халықаралық турнир Хайрудинов атындағы жарыста бір орын алған кезінде. Мынау мен тағы бір кішкентай кезімде бір жарыс ұтып алғам. Мынау бар ғой, қай жыл екен? 2009, мынау чемпион Казахстан, походу. Кубок президента екен ғой деймін, по-моему. Сондай бір үлкен бір жарыстар ұмытып қалды. Жарыстың пачк-пачкini ұттық қой. Қайсы бірін айта беремін, айналайын. И біздің Айдар бокс академиясы жаңадан ашылған залы бұл. Кезінде қасымызда болған бөлек зал, бірақ мүмкіндік бермей алды жұмыс істеуге. Осы жерге келіп зал аштық. Енді бұл залда бәрі бар да енді. Әлі де дамыту үстіндеміз. American Style қылымыз келіп тұр, бияқташ. American Style дейді ғой кәдімгі. Big драма шоу болатын үшін ата-аналарға да пайдасы болатындай. Егер ата-аналар болса, балаларын әкелмеу. Тоже қолдан келгенше үйретеміз. Бізде білім бар. Америкаға барудың қажеті жоқ. Америкаға барып келген жігіттерге келсеңдер, өзіміз үйретеміз, короче. Сосын андай нәрсе ғой бізде. Ата-аналар мысалы мамасы әкелсе, мамасы құрдан бір отырмайды. Мамасына мына жақтан бізде женский группа бар. Привет, красавицы. Вот у нас женская группа. Женская группа түсетін мынау. Мягко, короче, берись. Приветствую вас. У вас как называется? Фитнес или... Фитнес и хореография. Рекламная пауза. Короче, всех родителей, вообще девушек, женщин. Возрастная категория есть у вас? Что? Возрастная категория там, до скольки там? От 15 и до... Мне сказали от 5 до 105 сказали. Неправда? Хотел бабушку пригласить. Ладно. Қыздар, жақсы. Удачи вам. Удачи. Біреу түйсе маған айтыңдар. Бірге қашамыз. Е-моя. Мынау біздің кайдзен система. Кайдзен система деген нәрсе, короче, біздің әртүрлі қызыл, көк, қара, қызыл, жасыл түсі белгіленген нелер. Мынау
сол біздің залдағы қатысты жұмыстар. Мысалы мен жазып қоямын. Бұл тез істелу керек, бірақ камерамен түсіріп жүрген оператор, например, да енді баланың не деп тұр? Оқыш. Мына қара. Мына басынан ұру. На деп айтым ғой, қызыл бұл. Ол қызыл деген срочно істелетін нәрсе. Сол үшін бас тарту керек қой. Айналайын. Өзің спортсмен болу оңай нәрсе екен. Мына елдерге спорт клубы ашып, бокс клубы ашып, мына халыққа пайданы тигіземін деу, ниетің күшті болғанмен бар ғой, энергияң сорып қояды кейбір кезде. Оңай емес, жаттығу жасап шығасың үйше, одан бөлек тренерлік составпен жұмыс істеу керексің, өйткені олар әр балаға өз баласына қарағандығы бізге маңызды. Одан бөлек команданың біліктілігі, команданың бірлігі, технический заттар, мысалы, оңайлардың бәрін бізге алып жүру оңай емес, мысалы. Сосын мына например, бізде не бар? Енді мына Құдайға шүкір, кішігірім намазханамыз бар, намаз оқитын жігіттерге енді біз енді дымды білмейді деген қазақпыз, Құдайсыз құрай сынбайды деген. Егер біз мына күшіміз көп болып, бірақ жүректе иман жоқ болса, жүректе дух жоқ болса, ондай күштен пайда жоқ. Мына жақта біздің опасный, біздің дайындап отқан жігіттер, олар ММА-дің байытыстары. Бұл жақта біздің Нұрлан дейтін ағайымыз көптеген чемпиондар дайындаған, мысалы Арман Ашеевті дайындады, Шахбат Рахманов, UFC-дің екеуі де келіп тұрады, мысалы біздің залға екеуі де жаттап тұрады. Ол да біз үшін бір мәртебе, осындай UFC-дің мамандары бізде дайындалып жатқандығы, біздің көрсеткіш, бізге уважение. Құдайға шүкір міне. Нұрлан ағай, қалай өзіңіз ағай, вообще бай, самочувствие, балаларға деген үйретуде желанияңыз қалай отырғыз? Бұл ағай да уже іспен қош. Красавчик. Біз ана міне, осындай ағайлар бар кезде чемпиондар пачк-пачкмен шығады ғой. Біздің мини-блок қой, YouTube каналда. Біздің ағай вообще опыт деген, тәжірибе деген бар ғой. Негізі байқайсың ма? Қазір көп мамандарда тәжірибе жоқ, мысалы, ол ойлайды, мықты тренер болу үшін мықты боец болу үшін. Бол бассаң енді артық етпейді, но мықты тренер болу үшін өзіңнің білген біліміңді біреуге бөліскенін жақсы көресің, содан кайф алу көресің ғой. Бұл кісілер сондай кісілер да. Бір бәле үйретпесе жүре алмайды, короче, бар ғой. Сол Айдар бокс академиясына қош келдіңіздер, залға келдіңіздер, жаттығу жасайық. Біздің қазір 4-ші филиалымыз ашылды. Короче, бұйырса Қазақстанның әр қаласына біздің кемінде 1-2 залымыз болатын болады. И біздің Құдай қаласа Дарабоз Global Promotions компаниясы сол Айдар бокс академиясындағы арасындағы кәсіпқой боксшыларды сол бокс залдарына іріктеп шығаратын болады. Жыл сайын арасынан 1-2 мықты боксшыны Америкаға жібереміз деген ойдамыз. 4 жыл Олимпиада күтіруге бізде уақытта жоқ, жыл айында жоқ. Сол жерде біз кәсіпқой бокс дамытамыз. Біздің мақсатымыз үлкен, биік. Біз оған жетеміз. Бізде энергия жетеді, Құдайға шүкір. Все, жігіттер, рахмет. Келесі блокта көрсетемін тағы да.